емен түбін жайлаған шошқа. Бұрынғы өткен заманда ну жыныс қалың орманды бір шошқа мекен етіп тұрыпты. Оның қорек қылатын ағашы емен екен. Еменнің бүршіктеріне жеміс шығады. Ол шошқаның атасының асы, ең сүйіп жейтін тамағы болады. Шошқа әбден семіреді. Тегін тамақ мол болғандықтан ашаршылық көрмейді. Тамаққа тойып, емен түбінде күн шуақта жата береді. Ыстықта көлеңкесін паналайды, суықта түбіндегі үңгірде жатады. Қысқасы, осы ормандағы дәу жалғыз емен шошқаның әрі орны, әрі азығы болып, барлық мұқтажын өтеп тұрады. Ашаршылық көрмеген, азық үшін еңбек істемеген семіз, күйлі шошқа әбден ерігеді. Не істерін білмейді. Ақырында тұра салып, еменнің түбін қаза бастайды. Шошқа бірнеше күн еріккен сайын емен түбін қазатын болады. Еменнің тамырлары қиылып, құлауға аз қалады. Сол кезде оған емен тұрып тіл қатады. «Ей, ақымақ! Өлеріңді білмейтін сен доңыз! Менің түбімді қазып, құлайтын халге жеткіздің. Құламаған күнде де тамырларым қиылды. Көбін аршып тастадың. Сондықтан мен аз жылда қурап, құрып бітемін. Ал бұдан бұлайда қаза берсең, мен көп ұзамай-ақ құлаймын. Сонда келесі жылы сен не жеп күн көресің? Қайда, ненің түбінде паналайсың?» депті. Оған шошқа: «Сенің қурап құлағаның маған не қажет? Мен еріккен соң жанымдағы сенің түбіңді қазбай, алыстан ағаш іздеп әуре болатын мен ақымақ деп ойлайсың ба? Сенің тұрғаның, құлағаныңнан маған не керек? Мен үшін сен емес, тек сенің жемісің ғана керек», дейді де бұрқыратып қаза бастайды. Сонда емен тұрып: «Өлеріңді білмейтін ақымақ, сенің көзіңде, көңіліңде соқыр ғой. Мен болмасам жеміс шыға ма? Әкесіз бала қайдан туады? Мен құрысам, жемісте құритын неге сезбейсің? Ал жеміс құрыса, сен де құрыйсың», депті. Оған шошқа: «Сен мені алда өрелеме, қызықты жұмыстан бөгеме. Мен сенің ақылыңмен күн көріп жүргенім жоқ», деп ашуланып, бар күшін салып қазады. Ақырында бірнеше күн азаптанып, еменнің түбін қазып құлатып, үлкен ата жауын мұқатқандай болып, игілікті зор жұмысты бітіргендей болып масаттанады. Күз бітеді, қыс келеді, жазда жетеді. Құлаған емен қурап жатады. Оған енді жеміс шықпайды. Шошқа әбден ашығады, өткенге өкінеді. Бірақ одан түк пайда жоқ.